Мен не нәрсені дұрыс жасамадым, деп Ақылбай ақсақал көз жасын әрең ұстап ойланып, мұз қатқан орындықта отырды. Қарттың үсті жауып жатқан қардан дымқыл тартып, ал өзі бірте-бірте суықтан жөтеле бастады. Ақылбай ақсақал қазірдің өзінде көрер жарығым осымен біткен шығар деп көндіге бастады. Ол немересінің әрекетін түсінуге тырысты, бірақ оның басын небір ойлар шырмап алды. Ол өзінің өткен өмірін есіне алып, қай жерде қателік жібергенін түсінбеді. Ол әрқашан оны жалғызым деп алақанына салып, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірді. Ал ол оны қартайған шағында аямады. Қызы мен күйеу баласының қайтыс болғаны туралы қайғылы хабарды естіген кезде, ер адам бейшара бала деп ең бірінші немересінің жағдайын ойлады. Енді бұл балаға не болады? Ол бұл жарық әлемде жалғыз қалды ғой, жетім қалды ғой, бейшара бала, деп әйелі Назира онымен бірге жоқтау айтты. Ол қызының қайтыс болғанын қабылдай алмады. Өмірінің соңына дейін қайғырып өтті. Ақылбай, біз бұл ұлды қалай болғанда да тәрбиелеуіміз керек, деді әйелі. Олар баланы өз қамқорлықтарына алды. Оның бізден басқа бұл өмірде арқа сүйейтін ешкімі жоқ. Уайымдама, Назира, деп Ақылбай ақсақал әйелін сендірді. Мен Айбол үшін қолымнан келгеннің барлығын жасаймын. Ол ештеңеге мұқтаж болмай өседі. Олар кедей болған жоқ. Қалай болғанда да Ақылбай ақсақал 60-тан асқанша ғылымы жұмысын қалдырмады. Ол өзін әлсіз сезінген кезде ғана мансабын аяқтау туралы шешім қабылдады. Назира да бір күн жұмыссыз отырған жоқ. Ол алғашқы жүрек талмасынан кейін мектептегі мұғалімдік жұмысын қойды. Содан соң көп ақша таппаса да кітапханада жұмыс істеді. Айбол ешқашан еш нәрсеге мұқтаж болған жоқ. Атасы мен әжесі жиі немересін алақандарына салып, аялап, бар жақсыны әперіп, бар тәтті дәмдіні аузына тосып өсірді. Барлық ерсі қылықтарын кешіріп, еркеліктеріне әрдайым сылтау табатын. Жетім бала ғой, бұған не қыл дейсің енді? Ешкімнің басына бұндай қатал тағдыр жазбасын. Біздің баламыз ата-анасынан жастайынан жетім қалды. Кішкентай ғана құлыным. Неге оған осындай қатал сынақ бердің, Құдайым? Деп Назира әже күнде кейіп отыратын. Айбол кішкентай болса да, ерте жастан бастап, ол оны атасы мен әжесінің аяйтынын біліп, оларды қалай алдап, өз дегенін жасатуды білетін. Небәрі 3 жасында бір уақытта ата-анасынан айырылған балаға деген мейірімдері шексіз болды. Немерелері не істесе де Назира әже мен Ақылбай ақсақал барлығын кешіруге дайын болды. Олар оның мектептен кейін оқуға түспегеніне де көздерін жұмды. Құрдастарының барлығы жоғары оқу орындарында оқып жатқанда, жас жігіт бар уақытын компьютер алдында өткізді. Ата-әжесінің ақшаларына әрдайым жаңадан шыққан ойын құрылғыларын сатып алды. Назира әже қайтыс болғанда Айбол мүлдем қайғырғанда жоқ. Оның кәрі кемпірде не шаруасы бар? Отбасында тек бір зейнетақы мөлшері ғана азайды. Айбол өзін қартайса да, атасы асырайтынын жақсы білді. Жас жігіт алаңдайтын ештеңе жоқ деп сенімді болды. Бірақ Ақылбай ақсақал қатты қиналды. Ол әйелін жақсы көрді, және оның өмірден ерте кеткенін қабылдай алмады. Бізбен бірге әлі біраз уақыт болса болар еді, бірақ жазмыштан озмыш жоқ, деп әйелінің қабіріне барып жоқтау айтты. Ақылбай ақсақал онда жиі барып, үйде не болып жатқанымен бөлісетін. Бірақ ол Айбол туралы оған ешқашан шағымдануға батылы бармады. Тіпті немересіне зейнетке шыққанша дейін компьютерлік ойындарды ойнап, отыра бермей бір нәрсемен айналысып, жұмыс істеу керек екенін айтып, сендіруге де тырыспады. Мен болмасам түсінеді ғой, деп ойлады Ақылбай ақсақал. Осы уақытта оның денсаулығы сыр бере бастады. Ол ешқашан дәрігерлерге баруды ұнатпайтын. Сондықтан ол қорқынышты диагнозы туралы уақытылы біліп, ертерек емделуді бастай алмады. Дәрігерлердің қойған диагнозын естігенде төбесінен жай түскендей болды. Немересінен қайыры да болмады. Айбол атасының жағдайын біліп, Ақылбай ақсақалға жақын арада күтім қажет болатынын естігесін, мен сізбен әуре болар шамам жоқ, деп кірпігінде қақпай, оны өз үйінен көшеге қуып шығатынын айтты. Мен сізге уақытымды арнайды екенмін, ал сіз бәрібір өліп қаласыз. Маған бұдан не пайда?
Бұл сөздерді естіген Ақылбай ақсақал еңіреп жылап жібере жаздады. Ол Айболдың өте дөрекі, жетесіз болып өскенін білетін. Бірақ немересі өзін бір күні осылай ашық және дөрекі түрде қорлауға батылы барады деп елестете алмады. Жас жігіт құр сөзбен шектелмеді. Бірнеше күннен кейін ала сөмкеге керек болып қалады-ау деген атаның қажетті заттарын салып, оларды табалдырыққа қойды. Қарттың өзін төсектен тұрғызып алып, үйден шығарып жіберді. Айбол, мұның не сенің? Сен не істеп жатырсың? Деп Ақылбай ақсақал ашуланды. Сен мені аязға қарамай, шынымен де далаға қуып шықпақсың ба? Қайта өз аяғымен жүріп тұрғанда, далада үсіп өлгенің жақсы, деп айғайлады Айбол. Төсектен тұра алмай қалсаңыз, мен не істеймін сізге? Не істеуім керек? Арбамен сізді анда-мында апаруым керек пе? Мен мұны ешқашан жасамаймын. Менің одан басқа шаруам жоқ па? Атасының ақшасы есебінен ол қарт адамға күндіз-түні қарайтын күтуші жалдай алар еді. Бірақ Айбол мұраға тез ие болғысы келді. Ол Ақылбай ақсақалдың өмірден өтуін күткісі келмеді. Ақсақал тағы 1-2 жыл, ең көп дегенде 3 жыл өмір сүретін еді. Айбол ұзақ күтуге дайын емес еді. Оған бәрі бірден болуы керек болды. Назира әжесі өмірден өткенде, ол оған ақшаның кем дегенде 1 бөлігін есеп шотында мұра етіп қалдырды деп үміттенді. Ақша жоқ екенін білгенде қатты ренжіді. Ал Ақылбай ақсақал өмірден өтсе, Айбол үлкен 3 бөлмелі пәтерге ие болатын еді. Ол пәтер қаланың қақ ортасында орналасқан, сондықтан ол оны тиімді түрде қымбат бағаға сата алады. Оның ақшасына өзіне кішігірім баспана сатып алып, қалған ақшасына тағы біраз өмір сүрем деп ойлады. Жақсы, мен кетемін онда, деді Ақылбай ақсақал ала сөмкесін қолына алып. Менің өліміме сен кінәлі боласың. Аллам сені бұл үшін ешқашан кешірмейді. Атаңа не қылсаң, алдына сол келер деген. Әлі-ақ Құдайым осы ісіңді алдыңа келтіреді. Соны біл. Бар, кет, деп Айбол мұрнының астынан күңкілдеді. Мені қорқытатын нәрсені таптым деп ойлайсыз ба? Бұл ертегілеріңізді басқа ақымақтарға айтарсыз. Сізге не болса да маған бәрібір. Осы жерден тайып тұрыңыз. Ақылбай ақсақал өмірінде мұндай сұмдық масқара жағдайды бастан өткерген жоқ. Сол сәтте ол суықтан да, аштықтан да қорыққан жоқ. Адасқан немересін қысып алу үшін полицияға жүгінуге толық құқығы бар екенін білді. Бірақ бұл жағдайды басқа біреуге айтуға дәті бармады. Мен оны қалай айтам? Жалғыз немеремнің үстінен жағымданып, онымен қырылып жүремін бе? Елге не бетімді айтамын? Жалғыз немерем мені үйден қуып шықты деймін бе? Бұл ақылға қонымсыз. Ят қой, мен мұндай арсыз әрекетке барғаннан гөрі өлгенім жақсы, деп ойлады. Біршама жерді жаяу жүріп өткен қария қатты тоңып қана қоймай шаршағанын түсінді. 4 үйдің ортасында орналасқан ойын алаңын көрді. Содан соң сол жердегі орындыққа дем алуға отыра кетті. Өткен өмірін көз алдына елестетіп, өзіне маза бермей келе жатқан сұрақтарды ойлап, оған жауап та таба алмады. Қарттың ауыр ойларын кенеттен нәзік үнді қыздың даусы үзді. Ақылбай ақсақал тіпті оның қалай қасына келгенін де байқамады. Қарттың қалың ойға беріліп кеткенін көрген жас қыз оны түртіп сұрады. Сізде бәрі дұрыс па? Өзіңізді жайсыз сезініп тұрған жоқсыз ба? Мүмкін сізге көмегім керек шығар. Жоқ, о не дегенің балақай, деп жауап берді Ақылбай ақсақал. Маған ештеңе керек емес. Үлкенді құрметтеп сұрағаныңа рахмет. Қазір бұлай басқаның өміріне алаңдайтын адамдар аз ғой. Ол қыздың кетуін өтінгісі келді, бірақ ол оны оңайшылықпен жалғыз қалдырмайтынын түсінді. Дариға қарттан не болғанын сұрап, айтпасына қоймады. Содан ақсақалдың онымен өз қайғысын бөлісуден басқа амалы қалмады. Не деген масқара бұл, деп айғайлады қыз. Мен мұны тіпті елестете алмаймын. Сөмкеңіз зілді екен. Ол атаның заттарын қолына алып, кеттік, менің үйіме жүріңіз. Мен жақын жерде тұрамын. Міне мынау, көрші үйде. Ыстық-ыстық шай ішіңіз, сорпа жасап берейін сізге. Үйге кіріп жылынып, ұйықтап алыңыз. Содан кейін немереңізбен айналысарсыз. Мұны ешбір жағдайда бұлай қалдыруға болмайды. Бір шара қолдану керек. Мен ештеңе істемеймін, деп ата жауап ретінде ақырын сыбырлады. Менің оған мүлдем күшім де, денсаулығым да жоқ. Жарайды,
мен бір шара қолданармын делік. Бірақ бұл нені өзгертеді? Ол мені қуып жібергені үшін мен оған ренжіген жоқпын. Қарнымның ашқанына емес, қадірімнің қашқанына жылаймын. Қария қызбен өзінің арасында бір түсініксіз, туыстық байланыс бар сияқты сезінді. Ол қыз оны үйіне шақырғанына қатты ыңғайсызданды. Қария бейтаныс адамның үйіне қонаққа барудан бірнеше рет бас тартты. Бірақ ол оған қарсылықтарға жол бермейтінін көрсетті. Атаны қолтығынан демеп алып, оны өз пәтеріне апарды. Дариғаның үйі кең, жарық әрі жайлы болды. Ол пәтерге кірген бойда сырт киімдерін шешіп, ақсақалды бірден қонақ бөлмедегі диванға отырғызып, оған көрпе мен жылы шұлық берді. Өзі шай мен ыстық сорпа дайындау үшін ас үйге кетті. Біраз уақыттан кейін Ақылбай ақсақал жылынып, өз-өзіне келіп, айналасына қарай бастады. Жанындағы шкафтың үстінде тұрған фотосуретті көргенде өз көзіне өзі сенбеді. Бұл мүмкін емес, деп ойлады ол өз-өзіне. Ал Дариға бөлмеге кіргенде қызды шошытып алмайын деп одан ақырындап сұрады. Қандай сұлу келіншек, деп ол алыстан орағытып бастады. Ал егер құпия болмаса, ол кім? Сіз тамақтанып отырыңыз, ыстық-ыстық шай ішіңіз, деп Дариға қамқорлықпен айтты. Ол ма? Ол менің әжем, Сәбира. Иә, марқұм әжем шынымен де өте сұлу әйел еді. Өмірден өткеніне міне 5 жылда болды. Менің анам да қайтыс болған. Менің ешкімім жоқ, жалғызбын. Біреумен сыр ақтарып сөйлескім-ақ келеді. Бірақ ешкімім жоқ. Дариға әжесін қатты жақсы көрді. Кішкентай кезінен бастап әжесінің қолында өсті. Көп уақытын онымен бірге өткізетін, әңгімелесетін, сырласатын. Өйткені анасы үнемі жұмыста. Дариға дүниеге келгенде әжесі зейнет жасына жетіп үйде отырған еді. Ол институтта ұзақ жылдар бойы жұмыс істеді. Сондықтан жақсы зейнетақы алды. Олар еш нәрсеге мұқтаж болмады. Өкінішті, деп Дариға сыбырлады. Ол әрдайым әжесі мен анасы туралы айтқанда көзіне жас алады. Екеуі де жаман аурудан қайтты. Қандай мықты, күшті әйелдер еді. Анам мені жалғыз өсірді. Әжем де анамды өзі өсіріп, өзі тәрбиеледі. Мен әкем мен атамды ешқашан көрген емеспін. Мен дүниеге келер алдында әкем жол апатынан қайтыс болыпты. Әкем балалар үйінде өскен екен. Ал әжем атамнан біраз жыл бұрын балалары болмағасын ажырасып кетіпті. Ажырасып кеткеннен кейін ғана жүкті екенін біліпті. Атама айтқанша ол басқа әйелге үйленіп алыпты. Әжем намыстанып атама ештеңе де айтпауды шешкен екен. Дариға Ақылбай ақсақалға бәрін бүкпесіз айтып берді. Қарияны ол да жақын тартып, бұған дейін әңгімелесетін ешкімі болмаған соң ба бар әңгімесін айтты. Қария өзінің естелігін есіне алды. Оның өміріндегі осындай жарқын сәтті қалай ұмытып кеткеніне таңғалды. Сәбирамен ол институтта танысты. Мұндай сұлу, қайсар қызға ғашық болмау мүмкін емес еді. Ақылбай ақсақал үшін отбасы әрқашан маңызды еді. Сәбира оған қызы бар екенін айтқанда, ол оны ешқашан жалғыз қалдыруға батылы бармас еді. Анасы бала тумайтын әйел керек емес деп түртпектеп қоймаған соң, олар бір-бірін қанша жақсы көрсе де ажырасып тынды. Олар тып-тыныш қана, еш ренішсіз, екеуі екі жаққа кетті. Олардың бір-біріне ешқандай шағымдары болған жоқ. Сәбира күйеуінің бағын байламайын, бақытты болсын деп оны жіберді. Сәбирамен ажырасқан соң анасының айтқанынан шыға алмай, дереу басқа қызбен отау құрды. Ол Назираны жақсы көрмесе де үйленді. Кейін қызы дүниеге келді. Одан соң бір-бірлеріне бауыр басып кеткен сияқты болды. Сәбира басында өзінің аяғы ауыр екенін де білмей жүре берді. Білген кезде бәрі кеш еді. Бар жауапкершілікті өз мойнына алып, қызының болашағы үшін аяққа тұруы керек болды. Ақылбайдың отбасын бұзбау үшін оған еш нәрсе айтпауды шешті. Ол ешқашан Ақылбайдың қызы болғанына өкінген емес. Олар бір кездері көшеде кездейсоқ кезігіп қалған болатын. Сәбира күйеуге шықтым, міне қызым да бар, деп өтірік айтты. Ақылбай да оған бақыт тілеп, өз жөніне кетті. Сәбира екеуінің араларында жарқын естеліктер ғана қалды. Күннен күнге Ақылбай ақсақалдың жағдайы нашарлай түсті.
Ауруы меңдеп, бұған Дариға да көмектесе алмайтынын түсінді. Бір күні Ақылбай ақсақал Дариғаны «Қызым менің, немерем» деп шақырды. Ол өзін осылай атағанына таң қалды. Ауырғасын сандырақтап жатқан болар деп ойлап, қартты ренжітпеу үшін мән бермегендей болып жүрді. Атасын мұқият тыңдағаннан кейін Дариға есеңгіреп қалды. Тек қайтыс болар алдында ғана өткен өмірі туралы шындықты айтуға батылы жетті. «Ұста енді, бұл сенікі», деп Ақылбай ақсақал сыбырлап, нотариуспен куәландырылған үйдің құжатын ұстатты. «Бұл үй енді сенікі. Осы жылдар бойы сенің өмірінде болмағаным үшін мені кешір. Сенің анаң да әкесіз өсті. Анаң да мені кешіргенін қалар едім», деп ол көзін жұмған кезде Дариға еңіреп жылап жіберді. Жерлеу рәсімін ұйымдастыра отырып, Айболдың да келуін өтініп үйіне барды. Ол бір нәрсеге наразы болғандай, мұрнының астынан күбірлеп, есікті тарс жауып алды. Жас жігіт ұзақ уақыт бойы жалғыз өмір сүрген соң, еркінсіп, күнде үйге достарын шақырып, көңілді кештер өткізіп жүрді. Ол пәтер өзінікі деп ойлап, тіпті басқа үміткерлер пайда болуы мүмкін деп ойлағанда жоқ. «Не? Қайдағы әпке?» деп сұрады ол. 6 айдан кейін Дариға тағы да есік алдында тұрғанда. «Мен ешқашан ешқандай әпкем не қарындасын болуын сұраған жоқпын. Сіз бұл жерден тезірек кетіңіз, мен мейірімді болып тұрғанда», деді. «Сіз қалай ғана ұялмайсыз?» деп айғайлады Дариға. Айболдың тіпті атасымен қоштасуға келмегеніне қатты ренжіді. Содан соң қарт адамды аямай, аязды күні далаға қуып шығуға ар-ұжданыңыз қалай жетті? Ұялмайсыз ба? Сіз біздің қарым-қатынасымызға араласатындай, өзіңізді кіммін деп тұрсыз? Деп айғайлады ол. «Біздің отбасымызға сіздің ешқандай да қатысыңыз жоқ. Міне, сіз осы жерде қателестіңіз», деп Дариға сабырлы болуға тырысып, қыз жауап ретінде оған Ақылбай ақсақалдың өсиет қағазын берді. Айбол ашуланып бірден оны пәтерінен айыруы мүмкін қағазды жыртып тастады. «Міне, енді бәрі бітті. Енді ешқандай да қағаз жоқ. Ал енді үй сізге мұраға қалғанын қалай дәлелдейсіз?» «Айбол, қалай өзі? Сен әлі кішкентай бала сияқтысың ба?» деп Дариға таңғалды. «Мен сенің қолыңа түпнұсқаны беріп қояды деп ойлайсың ба? Бұл тек көшірмесі ғана. Мен пәтерді өз атыма аударып жатырмын, сондықтан саған ығысуға тура келеді». Осы сөздерден кейін ол есікті жауып өз үйіне келді. Бірден риэлторларға қоңырау шала бастады. Дариға Айболды көшеге қаңғыртып жіберуді мүлдем жоспарламады. Ол тек Ақылбай ақсақалдың адал әрі ауыр еңбекпен жиған дүниелерін Айболдың ысырап еткенін қаламады. Ол өз қалауларын айтқаннан кейін, «Сізді қандай бөлмелер қызықтырады?» деген дауысты Дариға тұтқаның ар жағынан естіді. Келесі күні ол бірнеше нұсқаны қарастырды және біреуіне тоқтады. Бір айдан кейін қыз пәтерді де, таңдалған бір бөлмені де өз меншігіне алып, барлық құжаттардың көшірмелері мен Айболға тағы да барды. «Бұл не сонда?» деп ол тағы да наразы болып айғайлады. «Демек сонда саған атам кең сарайды қалдырыпты да, ал мен жердің бір жеріндегі кішкентай бөлмеге қамаламын ба? Ал әділеттілік қайда?» Жас жігіт тек қана пәтерден кететініне ғана наразы болған жоқ. Сонымен қатар, енді ол да ел қатарлы жұмыс істеуіне тура келгеніне ашуы келді. «Егер сіз коммуналдық қызметтерге ақы төлемесеңіз, онда ол бөлмеден де шығып қаласыз. Көшеде тұруыңызға тура келеді», деді Дариға. Өмір сүру үшін ересек адам қандай да бір іспен айналысып, жұмыс істеп, өз-өзін қамтамасыз етуі қажет. Айбол әпкесін бір бөлмелі пәтерді өз атына аударып беруге көндіруге тырысты. Одан бірақ Дариға үзілді-кесілді бас тартты. Ол жетесіз інісі үйді өз атына аударып алғаннан кейін, ол оны бірден сатады. Ақшасын шашып, көшеде көк тиынсыз қалған соң, қайта оның есігінің алдында тұрады. Ол бұған жол бере алмады. Айбол қанша ашуланса да, басқа жол жоқ екенін түсінді. Әпкесінің ұсынысын қабылдаудан басқа амалы жоқ екенін білді. Оның кездесулер ұйымдастыратын үлкен пәтері жоқ екенін білген достары жас жігітпен сөйлесуді тоқтатты. Ол Дариғаның оның өміріне араласқанын қаламады. «Сіз мені бақылау үшін маған жұмысқа тұрғандай қайта-қайта келе бермейтін шығарсыз?» деп Дариға оны жаңа бөлмеге көшіргенде сұрады. «Мен де мұны шынымен қалап тұрғандай. Мен саған айына бір рет келіп тұратын боламын.
деді Дариға інісімен араласқысы келмесе де. Бірақ қыз жаңадан сатып алынған мүлік үшін қорықты. Сондықтан жағдайды толығымен бақылаудан шығаруға батылы барған жоқ. Айболдың жұмыс іздеуге көп уақыты кетті. Белгілі бір сәтте ол тіпті жұмыс табудан үмітін үзіп, әпкесінен ақша сұрау үшін қоңырау шалды. «Не? Сен шынымен де ешқандай жұмыс таба алмадың ба?» деп ол күмәнмен сұрады. «Мен бұған ешқашан сенбеймін. Жүк тасушылар, курьерлер әрқашан және барлық жерге қажет». Айбол жүк тиеуші де, курьер де болып жұмыс істегісі келмеді. Ол әпкесін алдап-сулап ақша алуды ойлады. Бірақ Дариға жетесіз інісін кішкене де болса аямады. Алдауына да көнбеді. Дариға оның атасы сияқты емес, алдағанына көніп, айдауына жүрмейді. Ол оған немқұрайлы қарады. «Мен саған тек азық-түлік қана әкеліп бере аламын», деді ол. «Бірақ саған мен бір тиын да ұстатпаймын. Ақшаны өзің жұмыс деп қана таба аласың». Әпкесінен түк шықпайтынын білген соң, келесі күні Айбол үйіне жақын жердегі бір дүкенге жүк тасушы болып жұмысқа тұрды. Жалақысы аз болды. Тек коммуналдық қызметтер мен тамақ алуға ғана жеткілікті еді. Бірақ ол одан басқа көп нәрсеге ұмтылғанда жоқ. Жұмыс істеуге деген ешқандай құлқы жоқ. Дариға уәде еткендей, оған айына бір рет және үнемі баратын. Бөлмені таза ұстамағаны үшін оған ұрсатын. Көршілері де Айболға наразы болды. Біраз уақыттан кейін Дариға бір шешімге келіп, бауырының өміріне араласуды қойды. Ақылбай ақсақалдың қабірінің басына барып, Құран оқытып тұрады. Дариға Сәбира әжесін де ұмытпады. Ол оны қатты жақсы көрді. Ешқашан оларды ұмытпайды. Шындықтың ашылғаны қандай жақсы болды. Біз бір-бірімізді кеште болса таптық, деп ойлады Дариға. Оған қабірден қарап тұрған суретке қарап, ол Ақылбай ақсақалдың жас кезіндегі суретін құлпытасқа қоюға арнайы таңдады. Қыз атасын сол бұрынғы, жас, бақытты кезін көргісі келді. Ол өзін Ақылбай ақсақалдың аруағы еститініне сенімді болды. Басқаша болуы мүмкін.